Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай бір-екі заттан ғана тіске басар жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді құрметті көрермендер, бізге ұнымыз қажет. Ұнды енді көз жабаймен жасаймын. Егер де ұным артылып қалса, мен одан самсадан қамыр жасап жүруім мүмкін. Мен ешқашанда қалдырмаймын. Енді бізге тұзымыз керек. Шай қасықпен толтырмай, менің қасығым кішкентай, 2 қасықтай тұз салдым. Сосын жай су. Бізде фильтрдің суы үйде. Енді осыдан біз қазір өте қатты қылмай, орташа қаттылықта қамыр жасайтын боламыз. Барлығын салып жүрейінші. Ойлап тұрмын, аз болып қалады ма деп тұрмын. Артылып қалып жатса, арасын нанды жайып, арасына май жағып, самсаға печенье бірдеңе жасап жүруге болады. Енді осыдан қамыр жасаймыз. Бұл қамыр енді кейбіреулер ыстық сумен жасаймыз деп жатады, кейбіреулер айтады, жаңағыдай қайнаған судан жасаймыз деп жатады. Мен кәдімгі жай судан жасай беремін, ештеңе де қоспаймын, май да қоспаймын. Себебі қазір енді асқазан кішкене сыр беріп жүр, сондықтан да майлы болмағанын қалаймын, не болса да. Бірақ жолдасым кішкене майлы болғанын қалайды. Сондықтан да мен сіздерге қазір мүмкін 2 түрлі жасап көрсетем ба деп ойлап тұрмын, уақытым болып жатса қазір. Осыдан мен орташа қаттылықта қамыр жасаймыз, сосын кездесетін боламыз. Осындай керемет қамыр шықты. Қараңыздар, ой, қолға ұстай берген. Қыз-келіншектер дүкеннен сатып ала бергенше, үйде осылай бар заттардан, үйде табиғи жасағандарымыз жақсы, негізі не болса да. Етті де исарап қылмай, нанды да біз духовкаға жаңағыдай бөлке нандар қалып қойса, духовкада біз соны андай терешке деп атамыз ғой, кептіріп, нан қылып жаңағыдай салмамен, сорпамен ішеміз арасында. Әйтеуір исарап қылмау жағын ойластырамыз, не болса да. Енді осы нанымызды біз жаңа етіміз тартып болғанша бетін жауып бұқтыртып қоя тұрайық. Ал енді бізде жаңағы қамырымыз тынғанша бізде осындай туралған еттер бар. Жаңа қонақ келген кезінде кейде осылай артылып қалады ғой. Сосын бір ысытып бересің, екінші күн ысытсаң жемей қояды. Сондықтан да осылай қуанып, біз әйел адамдар уайымдаймыз ғой. Ойбай, ертең обедке не істейміз, кешке не істейміз. Біз әйел адамдар негізі жатар кезде ойлап жатамыз уже. Түске не жасаймыз. Кешке өзім солаймын, сіздер де солай деп ойлаймын. Ер адамдарға жақсы, ұнамай қалса жемеймін дейді. Әйел адамдар ұнасын ұнамасын, өзіміз пісіргесін жейміз мақтап. Енді осыны біз қазір пиязымды ұмытып кетіппін. 1-2 пияз қосып, біз ет тартқыштан өткізіп аламыз. Неке осындай 2 пиязымыз бар. Жаңа көрсетпей ұмытылып қалыпты екен. Соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Неке осыны тағы айтып кетейін, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Етімізді осылай тартып алдық. Не қараңыздар, керемет. Енді қара бұрышымыз бар. Қара бұрыштан керегенше саламыз. Қолдан тартылған. Сосын ет негізі тұздалған, бірақ өзімше шай қасықпен 1 қасық тұз сала саламын. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де сарымсақ қосам десеңіздер өздеріңіз білесіздер. Маған сарымсақ ұнамайды, піскен етке қосқан, сондықтан да мен 2 пиязды ащысын суға салып шығарып алдым. Осындай керемет етіміз дайын болды. Нанымыз бұғып тұр. Енді біз нанымызды жаюға кірісеміз. Осылай. Қарнымыздың иіні мүлдем күшті болып қанып тұр. Осы қамырларымызды біз қазір бірнеше бөлшекке бөліп аламыз. Біреуін көрсетейін, сосын ары қарай өзім жасай беретін болам. Үлкендігін енді өздеріңіз білесіздер. Мен біреуін майсыз пісіремін де, сосын екіншісін маймен пісіремін. Осылай бірнеше бөліктерге барлығын бөліп, осылай домалатып, барлығын жасап аламыз. Осындай дөңгелек нандарымыз шықты. Енді қазір жайып көрсететін болам. Осылай нандарымызды жайып аламыз. Сосын етімізді мен молырақ қып салып жатырмын. Сіздер енді аздау салсаңыздар да болады. Мен көбірек болғанын жақсы көремін. Біз барлығын жасап болдық. Ең соңында сіздерге көрсетіп жатырмын. Білесіздер ғой, бірақ енді сонда да осылай басып жіберіп, үстінен жан-жағын осылай басып аламыз, ашылып кетпеу үшін. Барлығын осылай жасап аламыз.
табамыз құрғақ табаға пісірейін деп жатырмыз. Бесіне деп нандарымызды саламыз. Мен өзіме бір керегінше осылай құрғақ тапаға пісіріп аламыз. Сосын қалғанын майға пісіретін боламыз. Екі жағын кезек-кезек, қазір бір жағын бірінші пісіріп алайын. Неше минутта піскен айтам, сосын екінші жағын пісіріп аламыз. Осылай пісіріп алып жатырмыз. Үстіне кішкене сармай жағып жүреміз. Осылай. Өзіме осына бір-екі үшеу ғана пісірем, қалғанын майға пісіретін болам. Сармай жақпасақ, беті кішкене құрғақ болып қалады, сондықтан да сармай жағып жүрмін. Енді майға пісіретін боламыз. Осындай томайымыз бар. Сұйық майдың үстіне осындай азғандай томай салып жүреміз. Сол кезде нанның сыртындағы май қолға қатты жұғылмайды. Бір жағынан денсаулыққа да жақсы. Жылқының майы. Майымыз еріп алсын, сосын қарай пісіреміз. Осылай біразын пісіріп алдық. Пісі дегендердің күшті енді. Ет деген, піскен ет деген әйелдердің бір запаста тұрған бір тамағы деп ойлаймын. Кейде ойлаймыз ғой, не пісіреміз деп. Піскен ет тұрған кезінде осылай ер адамдар осылай. Менің жолдасым шеберекті өте қатты жақсы көреді. Күнде берсем де күнде берсем де жей береді. Осылай біразын пісіріп алдық. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Ал енді бірінші өзімнің пісірген хутабы сияқты пісірген шөберекті көреміз. Бисмилля. Майсыз, сыртында сармай ғана. Бисмилля. Кәдімгі шөберекті сияқты, наны бірақтан да құрғақ. Мен дәмін көрді. Енді кәдімгі пісіргеніміз өресімде қараңыздар. Жұрттар осын жасай алмаймыз, қатып қалады бірдеңе дейді. Жай суға ғана жасай салдым. Қараңыздар. Иісі де керемет. Піскен ет болса қалдырмаңыздар. Жолмен жақ қоясыздар осылай. Өте дәмді. Осылай мен рецептімен жай сумен ұсанғана өстіп үйлеріңізге шеберекке жасап беріңіздер отбасыларыңызға. Қош сау болыңыздар.